мен ұлан каналыма қош келдіңіздер. Енді сіздерге мен айтайын дегенім 2017 жылы 16 қыркүйекте өзіміздің отандасымыз Геннадий Головкин мен мексикалық боксшы Сауль Альварес арасындағы жекпе-жекті өздеріңізде көрген боларсыздар. Сіздерге қазір сол жекпе-жек туралы айтқым келіп отыр. Негізі жекпе-жек соңында төрешілер екі боксшыға да тең деген нәтиже берді. Бірақ мен бұл шешіммен мүлдем келіспеймін. Себебі жеңіс толықтай Головкиннің қолында болатын. Ал төрешілер былай шыққанда Сауль Альвареске қарай тартып кетті ғой енді. Және де жасанды интеллектпен тексеру нәтижесінде де Геннадий Головкин жеңгенін анықтаған. Және де 16 қыркүйек негізі Мексиканың тәуелсіздігінің алған күні. Мексика тәуелсіздігін 1810 жылы алған болатын. Ал жекпе-жекті де дәл осы күнге қойып отыр. Енді сіздерге қазір сол жекпе-жектен қысқаша ғана видео көрсеткім келіп отыр. Бірақ видео көрсетпес бұрын мен сіздерге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл жекпе-жекте кім жеңді? Міндетті түрде ойларыңызды комментарийге жаза кетсеңіздер. Ал мен сіздерге сол жекпе-жектен қысқаша видео көрсетейін.